Вассалату вассаламу аля Расулина Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бауырлар, Алла тағаланың қалауымен бүгінгі дәрістерімізде мынау ата-ананың бет дұғасын алмау, яғни қарғысын алудан сақтану турасында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисін жеткізіп кетсек, міне енді біздер қазіргі уақытта мұсылмандардың, соның ішінде қазақтың көбінде осы ата-ананың қарғысын алып қалудан сақтану үшін көптеген нәрселер жасалмайды. Негізі пайғамбар саллаллаху алейхи хадис шерифтерінде баяндап келтіреді. Ол имам Тирмизиде келеді. Әке шешесінің баласына және зұлымдық көрушінің жасаған бет дұғасы міндетті қабыл болады дейді. Сол үшін де біздер ата-анамыздың бет дұғасын, қарғысын алудан сақтануымыз керек. Әрдайым олардың керісінше жақсы дұғасын алуға талпынуымыз керек. Пайғамбар саллаллаху басқа бір хадис шерифінде міндетті 3 кісінің дұғасы қабыл болады дейді. Соның ішінде ата-анасының баласына жасаған дұғалары дейді. Сол үшін де ата-аналарымыздан жақсы дұға алған, Алла тағаланың рахымына бөленген ата-аналарымызды разы қылған Алла тағала құлдардың қатарынан қылсын.